Сәлем құрметті жан, Перизат Султан каналына қош келдің. Атым әдеттер кітабынан. Әдеттер болмысты қалыптастырады немесе бұзады. Жаман әдеттерді қайталау оңай. Ал жақсы әдет қалыптастыру неге қиын? Күнделікті әдеттерді жетілдіріп отырудың адам өміріне әсері ерекше. Бірақ жаңа әдет қалыптастырудың оңай еместігі сонша, бір жыл өткеннен кейін де сіз ескі әдеттерден әлі арыла алмай жүруіңіз мүмкін. Біз жақсы әдетті бастауға білек сыбана кірісеміз. Бірнеше күннен соң оған түрткі болған мотивация күші бәсеңсіп, одан әрі алып жүруге жігеріміз жетпей жатады. Таңғы жаттығу, медитация, күнделік жазу, немесе тамақ дайындау сияқты әдеттер 1-2 күннен соң проблемаға айналып шыға келеді. Әбден қалыптасып бойға сіңіп кеткен әдеттер өмірлік серік болып қалады деп ойлаймыз. Әсіресе бізге жаман әдеттерден арылу мүмкін еместей көрінеді. Зиянды тамақ жеу, теледидар алдында отыра беру, темекі шегу. Яғни бүгін істеуге болатын дүниені ертеңге қалдыру секілді әдеттерді қанша талпынсақ та жеңе алмаймыз деген күдік басым. Бойдағы әдеттерден арылудың қиын болуының 2 себебі бар. Біріншісі, өзгеруді қажет етпейтін дүниені өзгертуге тырысамыз, және әдеттен арылу әдісін дұрыс таңдамаймыз. Осы бөлімде 2 себептің біріншісі не, келесі бөлімде екіншісіне тоқталамыз. Ең бірінші қателік, өзгеруді қажет етпейтін нәрсені өзгертуге тырысамыз. Бұл нені білдіреді? Өзгеріс 3 деңгейде жүзеге асатынын елестетіп көріңіз. Ол деңгейлерді пияздың 3 қабатымен салыстыруға болады. Бірінші қабат келешектегі мақсатты өзгерту. Бұл деңгейге салмақ тастау, кітап жазу, жарыста жеңу секілді белгілі бір нәтижеге жету кіреді. Қолға алған мақсаттарыңыздың көбі осы деңгейге жатады. Екінші қабат процестерді өзгерту. Әдеттер мен жүйелі әрекеттерді өзгертуді қарастыратын деңгей. Мысалы, спорт залында жаттығудың жаңа жүйесін бастау, үстел үстін жұмысқа ыңғайластырып тазалау, медитацияның жаңа тәжірибесін меңгеру. Сіз қалыптастырып жүрген әдеттердің дені осы деңгейге жатады. Үшінші және ең терең қабаты болмысты өзгерту. Бұл деңгейге өмірге деген көзқарасты, өзім туралы пайымды, басқа адамдар туралы ойды өзгерту кіреді. Сенімдердің, көзқарастардың және әуестіктің басым бөлігі осы деңгейге жатады. Нәтиже: өзгерістерден шығатын қорытынды. Процестер өзгеру үшін істеген әрекеттеріңіз. Болмыс сіздің ішкі сеніміңіз. Адам бойына әдет қалыптастыруды көздегенде, яғни кішігірім әрекеттер жүйесін қайталай бастағанда, белгілі бір қиындықтарға тап болады делік. Қиындық бір деңгейдің екінші деңгейден артықтығында немесе кемдігінде емес. Өзгеру деңгейлердің бәрі пайдалы. Проблеманы сол өзгерістердің бағытынан іздеу керек. Адамдардың көбі өзгеру процесін көздеген нәтижеге жетуге күш салудан бастайды. Сол себепті олардың бойында белгілі бір нәтижеге жетуге негізделген әдеттер қалыптаса бастайды. Бұған балама нұсқа тұлғаның өз болмысына сай әдеттерді қалыптастыру. Бұл ретте ол қандай адам болғым келеді деген қағиданы ұстанады. Темекіні тастағысы келетін 2 адамды салыстырайық. Біріншісіне темекі ұсынғанда ол «жоқ, рахмет, темекіні тастағым келіп жүр» деп жауап береді. Ниеті дұрыс сияқты, дегенмен бұл жауаптан оның жаман әдетті тастағысы келетінін, бірақ өзін әлі де темекі шегетін адамға жатқызатынын аңғаруға болады. Әдетін өзгерткісі келеді, бірақ ішкі сенімі сол күйінде қалған. Екінші адамға темекі ұсынғанда ол «рахмет, мен темекі тартпаймын» деп жауап береді. Екі жауаптың арасында айтарлықтай айырмашылық жоқ тәрізді, бірақ екінші жауап авторының өз болмысын өзгертуге бет бұрғанын байқауға болады. Бұрын темекі тартқан, қазір одан бас тартып тұр. Өзін темекі тартатын адаммын деп есептемейді. Өзгерісті қалаған адамдардың дені алдына мақсат қойғанда өз болмысын өзгерту керектігі туралы ойланбайды. Мәселен, артық салмақ тастағысы келетіндер жіптіктей болу үшін диета ұстасам, біраз уақыттан соң мақсатыма жетемін дейді. Олар алдына мақсат қояды, оған жету үшін не істеу керектігін шамалайды, бірақ ол әрекеттерді басқаратын ішкі болмысы екенін ойламайды. Олар ешқашан өзін қабылдау әдісін өзгертуге тырыспайды. Сол себепті өз болмысы өзгеру жоспарына қайшы келіп жататынын түсінбейді. Әрбір жүйелі әрекеттің артында сенім жатыр. Демократиялық жүйе
азаттық, көпшіліктің қалауы және әлеуметтік теңдік секілді ұғымдарға негізделген. Шексіз билік пен халықтың басыбайлы болуы диктатуралық жүйенің басты элементтеріне айналған. Демократиялық қоғамда дауыс беру құқығына ие адамдардың сайлауға қызығушылығын оятудың түрлі әдіс-тәсілі бар. Ал диктатура мұндай әрекеттерге орын жоқ. Өйткені екеуі бір-біріне сәйкес келмейді. Сайлауда дауыс беру сенімнің белгілі бір түрі нық орныққан жүйеге жат әрекет. Дәл осындай паттернді жекелеген адамға ғана емес, ұйымға немесе жалпы қоғамға қарата қолдануға болады. Жүйені түрлі сенімдер мен қағидалар қалыптастырса, әрбір әрекеттің артында болмыс тұрады. Жеке тұлға болмысына қайшы әрекеттер ұзаққа бармайды. Мәселен, сіз қанша жерден көп ақша табуға тырысқаныңызбен, болмысыңыз ақша жұмсауды қалап тұрса, қай уақытта да тапқаныңыздан көп жұмсай бересіз. Денсаулықты жақсартуға қанша мәрте талпынғаныңызбен, салауатты өмір салтын ұстануды емес, жан рахатын көбірек қаласаңыз, жаттығу жасаудың орнына демалыс туралы ойлай бересіз. Ішкі түйсікті өзгертпей, жаман әдеттерден бас тарту қиынға соғады. Өйткені адамның әрбір әрекетін оның болмысы анықтайды. Жаңа мақсат тауып, жаңа жоспар құрарсыз. Бірақ болмыс өзгермей, ол әрекеттерден бірдеңе шығады деу қиын. ақш-тың Колорадо штаты Боулер қаласында тұратын кәсіпкер Брайан Кларктың мына оқиғасы соған мысал бола алады. Есімді білгелі тырнақ тістейтінмін, деді бірде маған Кларк. Бала күнімде ашуланған кезде өшімді тырнақтан алатынмын. Кейін ол менің ең жаман әдетіме айналып кетті. Бір күні мен тырнақ өскенше тістемеймін деп ойладым. Ерік-жігерімнің арқасында сол күнге де жеттім. Одан соң Кларк күтпеген шешім қабылдайды. Өмірімде бірінші рет тырнағыма маникюр жасатқым келетінін әйеліме айттым, дейді ол. Тырнақ күтіміне ақша жұмсасам, оны тістеуді доғаратын шығармын деп ойладым. Мен шынымен тырнақ тістеуді қойдым. Бірақ оның ақша үнемдеуге қатысы жоқ. Маникюр жасатқан соң тырнақтарыма қарап, өмірімде бірінші рет олардың әдемі екенін көрдім. Осы сәтте бір өзгеріс болды. Кеудемді мақтаныш кернеді. Шебердің өзі жаман әдетіңіз болмаса, тырнақтарыңыз өте әдемі әрі мықты екен ғой деп мақтады. Сол сәттен бастап тырнақтарымды жақсы көріп кеттім. Оған дейін тырнақ әрлеуге тырыспаған едім. Бірақ әлгі оқиға менің көзқарасымды өзгертті. Содан кейін тырнақ тістеген емеспін. Ескі әдетімді бір жола ұмыттым. Өйткені мен қазір күтімім бар тырнақтарымды жақсы көремін. Ішкі мотивацияның ең жақсысы әдетті болмыстың бір бөлігіне айналдыратын әрекет. Мен соған ұмтылған адаммын деуге болады. Бірақ менің болмысым осындай десеңіз тіпті басқаша естіледі. Бойыңыздағы қандай да бір қасиетті мақтан тұтсаңыз, сол қырыңызды жетілдіруге ықпал ететін әдеттер қалыптастыратын мотивация, өрлеу әдетін дамыту оңай болады. Бұлшық етіңізбен мақтансаңыз, жаттығудан ешқашан қалмайсыз. Мойын орағыш тоқу өнеріңізге тәнті болсаңыз, аптасына бірнеше сағатта тоқуға арнайсыз. Мақтаныш сезім адамға күш беріп, бойдағы қасиеттерді одан әрі дамытуға құлшыныс артады. Адамның мінез құлқының өзгеруіне ең әуелі болмыстағы өзгеріс себеп болады. Сіз мотивацияның көмегімен әдет қалыптастыруға тырысасыз, бірақ ол әдет болмысыңыздың бір бөлшегіне айналғанда ғана оны одан әрі дамыту оңайға түседі. Адам өзін спорт залына баруға немесе дұрыс тамақтануға 2, әрі кетсе 3 рет көндіруі мүмкін. Алайда бұл әдетті ұзақ уақыт сақтап тұру қиын. Өзгеріс өміріңіздің бір бөлшегіне айналмаса, қанша тырысқанмен оны жетілдіре алмайсыз. Мақсат кітап оқу емес, мақсат кітап құмар адамға айналу. Мақсат марафонға қатысу емес, мақсат желаяқ атану. Мақсат музыка аспабында ойнауды үйрену емес, мақсат музыкант болу. Мінез адамның айнасы. Санал немесе бейсаналы түрде істеген әрбір ісіңізге қарап, сіздің қандай адам екеніңізді аңғаруға болады. Іс-әрекетіңіз көзқарасыңыздың индикаторы. Зерттеулер анықтағандай, адам өз болмысының қандай да бір қырын жақсы көріп, оның дұрыстығына сенсе, қай кезде де сол ұғымына сәйкес әрекет етеді екен. Мәселен, өзін сайлаушымын деп есептейтін адам дауыс беру әркімнің құқығы. Әр адам дауыс беруі тиіс деп жиі ұрандататын белсенділерге қарағанда сайлауға жиі қатысады.
Сол сияқты спортпен шұғылдануды жаны қалайтын адамдарға жаттығу жасау керек екенін айтып жатудың қажеті жоқ. Дұрыс әрекет ету оңай. Болмыс пен әрекет үйлесім тапса, мінез-құлқыңызды өзгертуге тырыспайсыз. Өзіңізді қандай адаммын деп қабылдайсыз, соған сәйкес әрекет етесіз. Әдет қалыптастырудың біз қарастырған бірқатар аспектілері сияқты болмысты өзгертуде де қылыштың екі жүзімен сипаттауға болады. Жақсы адам болғыңыз келсе, әдеттер сізді өзгертетін үлкен күшке айналып, ұзақ қызмет етеді. Ал әдеттер сізге қарсы жұмыс істесе, тұлғаның дамуы тежеледі. Жеке тұлға өз болмысы туралы белгілі бір түсінік қалыптастырып, тар түсінігінің аясында ғана әрекет етсе, оның дамуы тоқтайды. Адамдардың көбі осындай тар түсінігінің аясынан шыға алмай, өмірін ментальды ұйқыда өткізіп жүр. Мекен жайды жаттау қабілетім өте нашар. Таңертең басым жақсы жұмыс істемейді. Кісі есімін есте сақтай алмаймын. Үнемі кешігіп жүремін. Заманауи технология тілін түсінбеймін. Сандарды есте сақтау қабілетім нашар. Және басқа да жалған түсініктерді мысал ретінде келтіруге болады. Осы сияқты пайымдарды жылдар бойы қайталай берсеңіз, санаңыз да соған иланып, мұндай түсініктерді ешқашан өзгермейтін факт ретінде қабылдайтын боласыз. Уақыт өте келе, көптеген іс-әрекетті өз танымыңызға қайшы келеді деп санап, оларды орындаудан бас тарта бастайсыз. Ішкі меніңізге қайшы келетін әрекеттерден қашып, өз түсінігіңізге сай әрекеттерді ғана жасайтын жағдайға түсесіз. Меніңізге қарсы шығуды қаламайсыз. Адамның өз болмысы туралы пайымы санасына мықтап орныққан сайын оны өзгерту қиындай береді. Өйткені оған қаншалықты қате екенін біліп тұрса да, өзінің ішкі ұйғарымына сеніп, өзі туралы пайымына сәйкес әрекет еткен әлде қайда ыңғайлы. Жақсы әдеттер саналы көзқараспен қабылдағанда ғана белгілі бір мәнге ие болады. Бірақ болмысыңызға қайшы келсе, оларды орындату қиынға түседі. Бастаған ісіңізді қатты шаршағанда, қол босамағанда, күйзеліс кезінде, немесе осы секілді мыңдаған себептерге байланысты тастап кетуіңіз мүмкін. Шын мәнінде қандай да бір әдетті қалыптастырып, болашақта ұзақ уақыт бойы ұстануға кедергі өзіңіз туралы пайымыңыздың сол әдеттермен сәйкеспеуі. Сондықтан сіз өзіңізді болмысы өзге тұлға ретінде елестете алмайсыз. Жетістікке жету үшін осы байланысты үзу керек. Жақсы адам болып қалыптасу үшін түсініктің кеңеюі не мүмкіндік беріп, сол арқылы болмысты жетілдіруге жол ашқан жөн. Осы жерде бірнеше маңызды сұрақ туындайды. Адамның түсінігі мен дүниетанымы әрекетке әсер етсе, олардың өзі қайдан шыққан? Тұлғалық болмыс қалай қалыптасады? Тұлғаның дамуына әсер ететін болмыстың жаңа қырларын қалай дамытып, оны тежейтін қырларынан қалай арылуға болады? Болмысты өзгертудің екі кезеңнен тұратын процесі. Болмысты жасайтын әдет. Пайымның өзі жүре қалыптасады. Кез келген наным-сеніміңіз, оның ішінде өзіңіз туралы пайымыңыз өмірден алған тәжірибелеріңіздің негізінде пайда болады. Дәлірек айтсақ, әдеттер болмыстың өмірдегі көрінісі. Күнде төсек салып, ұйықтайтын адамның тәртіпті екенін байқауға болады. Күнде бірдеңе жазатын адамның болмысы шығармашылыққа жақын екенін білдіреді. Күнде жаттығу жасайтын адамның спортты жақсы көретінін аңғарамыз. Қандай да бір іс-әрекетті жиі қайталасаңыз, болмысыңыздың сол әрекетке қатысты қырын дамыта түсесіз. Шын мәнінде болмыс сөзі латынның тұрмыс, болмыс және қайталану деген сөздерінен шыққан. Тура аударсақ, болмыс үнемі қайталанатын тұрмыс болмыс дегенді білдіреді. Адам нақты бір әрекет кезінде болмыс туралы ойламайды. Оған сол сәтте қандай адам екені ғана маңызды болады. Сіз 20 жыл бойы жексенбі сайын шіркеуге барып жүрген болсаңыз, ұзақ уақыт қайталанған бұл әрекетіңіз сіздің діншіл адам екеніңізді білдіреді. Спорт залында күнде, тіпті қар жауып тұрған күнде барып жүрсеңіз, бұл әдетіңізден сіздің спортты жақсы көретін адам екеніңізді білеміз. Өз пайымыңызды растайтын осындай айғақтар көбейген сайын, сіз оның ақиқат екенін барынша көз жеткізе бересіз. Жас өспірім шақта өзімді қаламгермін деп қабылдамадым. Мектеп пен колледждегі ұстаздарымнан жазу қабілетім туралы сұрасаңыз, олар мені ортанқол қаламгер ретінде сипаттап, танымал жазушы шығады-ау деп болжамас еді. Қалам тарта бастаған алғашқы жылдары мен дүйсенбі, бейсенбі күндері жаңа мақала жариялап жүрдім.
Уақыт өте келе қарым-қабілетім ашылып, санамда қаламгер болуға лайық екенім туралы айғақтар көбейіп, жазушылық болмысым қалыптасты. Мен бірден қаламгер болып кетпедім. Жазу әдеті біртіндеп қалыптасқан соң ғана жазушыға айналдым. Әлбетте адам болмысының қалыптасуына әдет қана әсер етпейді, бірақ үнемі қайталанатын әдеттердің маңызы зор екенін білеміз. Өмірде жинаған кез келген тәжірибе өзіңіз туралы пайымның қалыптасуына ықпал етеді. Дегенмен допты бір рет тепкен баланы даңқты футболшы деуге, бір ғана сурет салған адамды талантты суретшіге баулуға ерте. Осы әрекеттерді күнде қайталай берсеңіз, қолыңыздан іс келетініне дәлеліңіз көбейіп, өзіңіз туралы пайымыңыз өзгере бастайды. Бір ғана тәжірибенің берері аз, алайда бірнеше дүркін қайталанған әдеттер тұлғалық болмысымыздың қай бағытта дамып келе жатқанын анық түсінуге көмектеседі. Демек, әдетті дарыту процесі адамның тұлға болып қалыптасу процесімен астарласып жатыр. Бұны да біртіндеп жүзеге асатын эволюцияға жатқызамыз. Басқа адам болуға қанша тырыссақ та, бір сәтте өзгеріп шыға алмаймыз. Біртіндеп күннен күнге, әдеттен әдетке өзгеріп отырамыз. Осылайша тұлғаның микроэволюциясын бастан өткереміз. Әрбір әдеттен соң, бәлкім мен осындай адам шығармын деген түсінік туады. Кітап оқып болған соң өзіңді кітап құмар деп қабылдайсың. Спорт залына бара жатып, спортты жақсы көретініңді түсінгендей боласың. Гитара тартқан сәтте, өзіңді музыканы жақсы көретін адаммын деп бағалайсың. Әрбір іс-әрекетіңіз өзіңізді қалай қабылдайтыныңыз туралы ой тудырады. Бір ғана ой өзіңіз туралы жалпы пайымды өзгертпес дегенмен, осындай ойлар жинала берген сайын болмыстың жаңа қыры ашылады. Үлкен нәтижеге жету үшін радикалды, жылдам өзгеріс қажет еместігін осыдан түсінуге болады. Ұсақ-түйек әдеттер уақыт өте келе елеулі өзгерістерге айналғанда болмыстың жаңарғанын байқаймыз, ал өзгерістің байқалғанын үлкен қадамға балауға болады. Біртіндеп дамудың парадоксы деп осыны айтуға болады. Осылардың бәрін түйіндер болсақ, әдеттер адам болмысын өзгертетінін түсінеміз. Басқа адамға айналудың қарапайым ғана жолы мінез құлықты өзгерту. Көп жазған адам жазушы атанады. Скрипкада көп ойнаған адам музыкант болады. Жаттығуды көп жасайтын адам спортшы болып шығады. Әріптестеріңіздің әрбір бастамасын қолдасаңыз көшбасшы атанасыз. Қалыптасқан әрбір әдет белгілі бір нәтиже тудырып қана қоймай, одан да маңызды дүние, сенімді болуға үйретеді. Түрлі мақсатқа жету қолыңыздан келетінін түсінесіз. Осындай түсініктер жинақталған тұлғалық болмыс өзгере береді. Өзіңізге ғана айтатын сырлардың мазмұны да өзгеріске ұшырайды. Әлбетте, бұның кері бағыты да барын естен шығармаған жөн. Мәселен, жаман ниетті даудың астарында тұлғалық болмыс қалауына қатысты шешім жатыр. Мінсіз адам болуға талпынудың қажеті жоқ. Бұны жақсы жаңалық деп қабылдаңыз. Мысалы, сайлауға түскен екі тараптың да дауыс жинау мүмкіндігі бар. Сайлауда жеңіске жету үшін сізге сайлаушылардың бәрінің дауысы керек емес. Көбі сізге дауыс берсе жетіп жатыр. Жаман немесе пайдасыз әдеттің бірнеше дауыс жинауында тұрған ештеңе жоқ. Сіздің мақсатыңыз басым дауыспен жеңіске жету. Жаңа болмыс жаңа асуларды бағындыруды талап етеді. Бұрынғыша дауыс бере берсеңіз, қорытындысы да бұрынғыша болады. Ештеңе өзгермесе, үлкен өзгерістер де болмайды. Бұл екі заттан тұратын қарапайым процесс. Қандай адам болғыңыз келетінін шешіңіз. Кішігірім жетістіктер арқылы осы күнге жеткен адам екеніңізді өзіңізге дәлелдеңіз. Алдымен қандай адам болғыңыз келгенін шешіңіз. Мұндай тезисті адамның, топтың, қоғамның, ұлттың кез келген деңгейіне қатысты қолданса болады. Кім болғыңыз келеді? Сіздің ұстанымдарыңыз бен құндылықтарыңыз қандай? Аса маңызды сұрақтар. Адамдар өзгерісті неден бастау керектігін білмесе де, нені көздейтінін жақсы түсінеді. Мәселен, сымбатты болғанын қалайды, уайымнан арылғысы келеді, табысының 2 есеге артқанын армандайды. Тамаша. Ендеше өзгерісті осыдан бастаңыз. Бірақ бағытта әрекет жасап көріңіз. Яғни, көздеген жетістіктерден соған жеткісі келетін адамға қарай жылжыңыз. Мен көздеген биікке қандай адам көтерілуі мүмкін? Осы сұрақты өзіңізге қойыңыз. Қандай адам 20 келі салмақ тастай алады?
Қандай адам шет тілін үйрене алады? Табысы мол кәсіп бастау қандай адамның қолынан келеді? Мысалы, қандай адам кітап жаза алады? Іс-әрекеті жүйелі, сенімді адам деп жауап беріп көріңіз. Ендеше кітап жазып шығуға емес, нәтиже, жүйелі әрекет пен сенімділік сияқты қасиеттерді дамытуға болмыс назар аударыңыз. Адам бойындағы қасиеттерді дамыту барысында өзі туралы төмендегідей ой түйеді. Мен студенттерді әрдайым қолдайтын ұстазбын. Мен әрбір науқастың көңілін аулап, оларды емдеуге көп уақыт бөлетін дәрігермін. Мен қызметкерлер мүддесін қорғайтын басшымын. Қандай адам болғыңыз келетінін түсінген уақытта, бәлкім сіз болмысыңызды танып, мінез-құлықты өзгертуді көздейтін шағын қадамдар жасай бастайтын шығарсыз. Салауатты өмір салтын ұстанатын адам не істер еді? Осы сауалды өзіне қойған менің бір танысым 45 келі салмақ тастады. Ол күні бойы осы сұрақты қайталап, соған сай әрекет етеді. Салауатты өмір салтын ұстанатын адам жаяу жүре ме, такси ұстай ма? Буритоға тапсырыс бере ме, әлде салат таңдай ма? Ол ұзақ уақыт бойы салауатты өмір салтын ұстанатын адамды үлгі тұтып жүрді де, өзі сондай адамға айналды. Бұл өте дұрыс шешім. Болмысты өзгертуге арналған әдеттер концепциясы осы кітаптағы тағы бір маңызды тақырып оқырмандарды кері байланыс түйінімен қалыптастырады. Бұны қосарлы жолмен салыстыруға болады. Қандай да бір әдет қалыптастыру кері байланыс түйіні іспеттес. Толығырақ келесі тарауда тоқталамыз. Алайда бұл түйіннің пайда болуына көздеген нәтиже емес. Сіздің құндылықтарыңыз, ұстанымдарыңыз мен болмысыңыз ықпал еткен абзал. Зейінді белгілі бір нәтижеге жетуге емес, өз ойыңыздан шығатын адам болып қалыптасуға аударған дұрыс. Әдеттердің маңызды болуының нақты себебі. Болмысты жаңарту, әдеттерді өзгертудің темір қазығы. Осы кітапты оқи отырып, сіз өзіңіздің ғана емес, отбасыңыздың, ортаңыздың, ұжымыңыздағы және басқа да институттардың жақсы әдетін қалыптастыруға көмектесе аласыз. Бірақ сіз өз ойыңыздағы жақсы адамға айналып келе жатырсыз ба? Сізді толғандыратын басты сұрақ осы болуы тиіс. Бірінші қадам, бұл сауалға жауап іздегенде немесе қалай емес, кім неген сөзге назар аударыңыз. Сіз кім болғыңыз келетінін білуіңіз керек. Басқаша айтқанда, жақсы өзгеріс күткен адамды ескегі жоқ қайыққа теңеуге болады. Сол себепті біз осы сұраққа жауап іздей бастаймыз. Өзіңізді де, түсінігіңізді де өзгертуге күш-жігеріңіз жетеді. Болмыс тасқа қашалған жазу емес. Қай жаста, қай уақытта болсын таңдау жасау мүмкіндігі жоғалмайды. Бүгін таңдаған әдеттеріңіздің көмегімен болмыстың қай қырын дамыту керектігін бүгін таңдайсыз. Осы кітаптың көздегені де сол, әдеттердің маңызы өте зор екенін сырын ұғу. Жақсы әдет қалыптастыру күнделікті өмірге қажетті лайфхактардың жиынтығы емес. Қолыңыздағы кітап күнде кешкісін түс жууды, күнде таңертең суық суға түсуді немесе бір киімді күнде киюді үйретпейді. Бұл кітап көп ақша табу, салмақ тастау немесе уайымнан арылу секілді үлкен жетістіктерге жету жолын көрсетеді. Әдеттердің көмегімен алға қойған мақсаттарыңыздың бәріне жете аласыз. Бірақ әдеттер бір нәрсеге ие болу үшін емес, тұлғаның дамуы мен қалыптасу үшін керек екенін естен шығармаңыз. Түптеп келгенде әдеттер сіздің көкейіңіздегі жақсы адамның қалыптасуына көмектеседі. Сол үшін де олардың маңызы зор. Әдеттер өзіңіз туралы пайымды терең дамытуға көмектесетін арналар. Әдеттеріңіз қандай болса, сіз сондай адамсыз. Егер жазбаның соңына дейін тыңдаған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Махаббатпен, Перизат Султан.